1 сәуір бүкіл халықтық күлкі күні. Яғни бұл күні адамдар бір-біріне әзіл қалжың айтып, тіпті бір-бірін алдап та жатады. Енді осы орайда біз әнші актриса Дана Кентаймен сұхбаттасып, әрі соңынан біз пранк жасағалы тұрмыз. Оған бізге көмектесетін актер Дастан Орынбай. Ендеше қызықтың бәрі алда. Кеттік. Ән айтқыздырайық та. Өмір жайлы салсам. Жоқ, маған әдестіп тұрған сияқты. Или мен қайтайын. Так, 1, 2, 3, кетті. Одан кейін әнші болып шығу арманым болды. Сосын осындай көйлектерім көп болғанын қаладым, шүкір. Көп. Тоқтай тұрыңыздаршы, мен записьті басып ұмытып кеттім. Біраз әңгіме айтып. Жоқ, қайттан. Мен жоқ, бастым деп ойлап қойдым жаңа. Кешірім сұраймын. Сосын музыканың дауысы шығып жатыр ар жақтан. Жоқ, мен бастым деп ойлап қойдым да. Жоқ, жаңа нені түсіріп едім ғой, гримді ше. Так, 1, 2, 3, кетті. Мен сол әншіліктен бөлек өзімнің дизайнерлік үйімді ашуды армандайтын тұғым. Сосын соның салдарынан жаңағы неге барып бастадым. Тігін курсына барып, хобби ретінде. Күндіз память толып қалды. Кешіріңіздерші шынымен. Память толып қалды, ауыстырып берші. Бетіңе күле қарап, кейін артынан түсінбеушіліктерді естіп жатасың. Содан қарағанда Сосын қаршы съемкадан. Дастан өзім қалап. Да. Қазір. Бұл езі қойдыңыз. Университеттің бірі эксперимент жасап адамдар. Батыл адамдар. Ал енді өзіңіздің характеріңізді қалай сипаттап бересіз? Сол менің көңіл күйіме байланысты болады сияқты. Қазір таңғам шамалы. Фокус жоғалып қалдым. Қазір ұстап алыңыз шашын. Кеттік ал. Гүлді қайта орнына қойып қой. Кеше Мадина Садова алған нормально болды ғой негізі. Давай, нормально. Отырып алайыншы мен. Қозғалмай тұрамын да. Дана ханым сұхбат бергісі келмей жатқан сияқты ғой. Шашым нормально тұрмын. Сырғаңыз әдемі екен көп не айтшы. Кеше ол сағат. Тезек жақсы. Хабар арнасы ғой бұл. Мемлекеттік қой. Хабар арнасы. Мемлекеттік. Мемлекеттік болса не? Жай андай прикол ұстамай жауап беріңіз деп жатқан ма? Прикол ұстап жауап беріңіз. Білмеймін ғой. Қандай прикол бар ма? Қандай прикол бар ма? Жұмыссыз жауап беріңіз деп жатқан сияқты. Кеттік. На бала шығып кетсе ол. Шығып кетсін. Ой, күшті әзір. Шығып кетесің ол. Қайттық сағат неше болды? На бала шықпаса мен айтпаймын. Жоқ. Шықсын енді. Шықсын болды ғой түсіріп. Сіз өнер адамы жоқ, сіз өнер адам болғандықтан жауап беріңіз деп жауап бере алмаймын мен. Так. Жоқ, ана бала шықпаса жауап бермеймін. Шықсын. Дана ханым, мынау сізге. Ашып алып десем болмайды ғой. Ұрысқым келсе болмады. Дана ханым.
сіздер қате шақырдыңыздар. Мен 5 жыл бұрын шақыруларыңыз керек еді. Сылбаға Сізге шоу жасайтын едім. Жаңа сен маған сұрақ қойғанда айттым ғой мен саған. Мен әбден уже ондайдың бәріне үйренгем. Адамдар мені басып тастаған, уже неше көп жағдай болады съемкаларда. Жоқ, шынайы осындай болатын кездер болады. Әдейі маған тиісіп, сосын барып одан ұрыс шығарып, сосын мен кеткен кезімде продюсеріме звондап, сіздің қыз мұндайсыз, содан әбден қорқып қалған ғой. Бар жау демей отырмын ғой. Құдайым рахмет, мазамды шығармағаныңа. Біртүрлі мінездерін көрсін. Құрметті көрермен, бірінші сәуір күлкі күні деп жатырмыз. Ендеше барлықтарыңызға керемет көңіл күй тілейміз. Енді Дана келін болуға дайын екен, сабырлы екен деп қойсаңыздар. тілегіңіз айтады. Сол баршаларыңызға қайырлы күн тілеймін. Бүгінгі жоспарлаған жоспарларыңыз орындала берсін, күндеріңіз сәтті өте берсін. Бүгін күлкі күні күліп жүріңіздер, әрдайым барлығы жақсы болады. Шын жүректен Дана Кентай. Сау болыңыз. Браво.